Сәлеметсіздер ме, қалдарыңыз қалай? Бүгінгі әңгімемізді тыңдап, ақыл кеңестеріңізді айта кетіңіздер. Енді күйеуге тиюден қорқамын. Тағы да сондай болып қалса қайтемін. Одан да өмір бойы тұрмыс құрмағаным жақсы. Мен 21 жасымда тұрмыс құрдым. Үйден ұзатылып кеттім. Жігіт жақ бәріне дайын болған еді. Күндіз бет ашар, түстен кейін үлкен той болды. Содан соң тағы 4-5 күн үйде қонақ. Тек 1-7-ден кейін ғана қонақтың ізі басылып келуде адам тоқтатты. Сол кезде ғана өзімізге жайылған ақ төсегіміз есімізге түсіп, ерлі-зайыпты міндетімізді атқардық. Оның үстінде бір-бірімізден ұялып жүргеніміз бар. Алғашқы неке түнде қорқынышта болды. Қосылдық. Бір уақытта құрсағымның іші жыртылғандай болды. Арғы жағында есімде жоқ. Есімді жисам, ауруханада жатыр екен. Қасымда енем мен күйеуім отыр. Дәрігер келіп қарап, одан кейін гинеколог креслоға отырғызып қарады. Тек күтіну керек деді. Ары қарай бізде бәрі жақсы деп үйге мәз болып қайттық. Біраз күннен кейін тағы қосылдық. Жолдасым ақырын қимылдаса да, ол маған ауыр болды. Тағы есімден танып қалдым. Тағы ауруханадан шықтым. Дәрігер күйеуімді шақырып алып, әйеліңіздің құрсағындағы тамырлар өте нәзік. Сіздің мүшеңіз сай келмейді деген. Ал одан кейін күйеуім мүлдем өзгере бастады. Тіпті қылықта шығарып маған мазақтық етті. Бұл арада енем де көтердің бе деп қойып атамды жеп қойды. Арамыздың суығанын байқаған енем баласын ақтап шығып, баласын жақтады. Сөйтіп мені қара көріп, екеуміз ақыры ажырасып тындық. Не дейін? Өзім бағымды өзім тепкендей болдым. Мені ол кезде ешкім түсінген жоқ. Қазір мен оңтүстікке кеттім. Өзім танымайды жерге. Қазір мен миым тыныш, даму үстіндемін. Ал өзі ақыл кеңестеріңізді айта кетіңіздер.